Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға алдын ала жылытып алған сүт, қант, 1 шай қасық тұз, алдын ала ертіп алған сары май және де 1 жұмыртқамыз салып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне аштығымыз салып, тағы да араластыратын боламыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз-аздан сала отырып, бірінші венчикпен араластырамыз. Содан соң лопаткамен араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне қамырымызды жұмсақ етіп илеп алдық. Содан соң 1 сағат көлемде тындырып ісіруге қоятын боламыз. Міне қамыр өте керемет болып ісініп шықты. Содан соң ыдысынан түсіріп, қалауыңызға қарай үлкен немесе кіші етіп бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Содан соң қамырларымызды дөңгелетіп, ұнға аунатып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Салмасына қалауыңызға қарай кез келген нәрсе салсаңыздар болады. Мысалы, салмасына вареный сгущенка және творог салуға болады. Менде мұздатқышта сақталған ягодалар, соның үстіне зекер қосып салып жатырмын. Қамырымызды тым жұқа қылмай, осылай қалыңдау етіп жайып аламыз. Содан соң ішіне салмасын салып, екі шетінен кесіп, бір-біріне түйіп жабыстырып алатын боламыз. Мен екінші түріне бір шетіне смородинаның вареньесін салып, осылай дәл видеодағыдай түйіп, кесіп, айналдырып шығатын боламын. Міне бәрін жасап, қалыпқа орналастырып дайындап алдық. Содан соң жұмыртқан сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Міне бөлкелерде дайын болып қалды. Өте жұмсақ болып шықты.